Сәлем баршаңызға, көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын қуырылған тұшпараларды бірге жасайтын боламыз. Ол үшін газдың үстіне табаны қоямыз да, табамызға азғантай сары майды салып, оны ерігенше күтетін боламыз. Толықтай еріп қызығаннан соң үстіне қатырылған, яғни дүкеннен сатып алынған тұшпараларды саламыз да, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Толықтай қып-қызыл болып қуырылғанша тұшпараларымызды қуыратын боламыз. Міне осылай кішкене ғана қызарып қуырылуы керек. Енді үстіне бір шай қасық паприканы саламыз да, тағы да жақсылап тұрып араластырып жібереміз. Міне қарасаңыздар, біздің тұшпараларымыз осылай қызарып қуырылды. Енді үстіне қаймақты саламыз. Қаймақты салғаннан соң да жақсылап тұрып тұшпараларымызды араластырып жібереміз. Міне жақсылап араластырғаннан соң отымыздың астын жай қоямыз да, үстіне азғантай ғана жарты стақандай су құямыз. Енді жақсылап тағы да бір араластырып жібереміз. Енді тұшпараларымызды боқтыруға кірісеміз. Дәміне қарай тұз саламыз да, жақсылап тағы да бір-екі рет сәл-сәл араластырып жібереміз. Енді қақпағын жауып, астын жай қойып, бір жарты сағаттай немесе 20 минутқа боқтырып қоямыз. Міне осымен біздің тұшпараларымыз дайын. Қараңыздар, көлемінде ұлғайып, әдем болып шықты. Енді үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті саламыз да, тағы да 1-2 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Міне осымен біздің тағамымыз дайын. Осындай аз ғана уақытта өте дәмді тағам дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет.